Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезов өмір жолы, қорғансыздың күні әңгімесі, еңлік кебек трагедиясы. Бүгін сабағымызда біз сіздермен Мұхтар Әуезовтың өмірі мен шығармашылығы және қорғансыздың күні әңгімесінің сюжеттік желісімен танысатын боламыз. Қазақ халқының мәдени, әдеби даму тарихында жазушы, драматург, публицист, аудармашы, қазақ әдебиетінің классигі, әдебиеттанушы ғалым, абайтанушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың алатын орны ерекше. Мұхтар Әуезов қазақ ауыз әдебиеті мен классикалық әдебиеттің батыс пен шығыс көркем сөз мұрасының озық дәстүрін жете меңгеріп, қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің реалистік сапасын арттыруға, әдеби тілді байытуға зор еңбек сіңірген 20 ғасырдың ұлы жазушысы. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Бөрлі деген жерінде дүниеге келіп, 1961 жылы 27 маусымда Мәскеуде қайтыс болған. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар, араб-парсы, орта-азиялық түркі әдебиетімен таныс кісі болған. Ол бала кезінде атасын үйренуімен арабша хат таниды. Мұхтардың әкесі Омархан да, атасы Әуез де Абай ауылымен іргелес отыратын сыйлас, көңілді, құдандалы адамдар еді. Ауыл мектебінен сауатын ашқан Мұхтарды 1908 жылы немере ағасы Қасымбек Семейге алып келіп, орыс мектебіне түсіреді. 1910-1915 жылдары Семейдегі 5 жылдық қазыналық училищесінде оқиды. Оның соңғы жылында Дауыл атты шығармасын жазады. Сол жылы Семей мұғалімдік семинариясына түсіп, 1919 жылы ойдағыдай бітіреді. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының жолсыз жаза дастаны негізінде еңлік кебек пьесасын жазып, 1917 жылы Ойқұдық жерінде сахнаға шығарады. 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне тыңдаушы болып оқуға түсіп, Сана, Шолпан журналдарында жұмыс істейді. 1923 жылы Ленинград мемлекеттік университетіне, 1928 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына түседі, білімін жалғастырады. 1932 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ педагогикалық институты, Қазақ мемлекеттік университеті, Мәскеу мемлекеттік университеттерінде ұстаздық ете жүріп, ғылыми шығармашылық жұмыспен айналысады. Жазушының қорғансыздың күні, қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, сөніп жану, оқыған азамат, кім кінәлі, кінәмшіл бой жеткен, қаралы сұлу әңгімелері. Қараш-қараш оқиғасы повесі, қилы заман повесі мен хан кене, сын сағатта, намыс гвардиясы пьесалары бар. Мұхтар Әуезовтың ең жақсы аудармалары соғысқа дейінгі 5 жылдықтар кезінде жасалды. Ол аударған Шекспирдің Отеллосы, Гогольдің Ревизоры, Погодиннің Ақсүйектері, қазақ көркемдік мәдениетінің төл туындысындай жатық шықты. Кейінірек бұл аудармалар қатарына Шекспирдің Асауға тұсау, Тургеневтің Дворян ұясы қосылды. Мұхтар Әуезов прозасының негізгі тақырыбы сол кезеңдегі кедейлер өмірі мен қорғансыз жандардың азап пен ауыртпалыққа толы күрделі тағдыры. Жазушының үздік туындыларының бірі Қорғансыздың күні әңгімесі. Әңгіме 1921 жылы жазылып, 1922 жылы Орынборда кітап болып жарық көрді. Қорғансыздың күні оқырманның көз алдына байырғы қазақ ауылындағы кедейлер өмірінің бір көрінісін тамыр тереңмен қопарып әкеліп, бейшара қорғансыз жандардың тұрмыс тіршілігіндегі жан түршігерлік азап пен ауыртпалықты аса шыншылдықпен әсерлі баяндайды.
Жазушы өмір шындығын, заман сипатын адамның тіршілік тынысымен байланыстыра, сабақтастыра, шебер әңгімелеп жеткізеді. Оқиға басталғаннан ақ оқушыны қорқынышты бір үрей сезімі билейді. Тағдыр тауқыметін арқалаған жүдеу үйдегі соқыр әйел, кәрі әже, жас қыздың зарлап қалуы кімді болса да тебірентпей қоймайды. Шығармада үстем тап өкілдерінің қаршадай қызға жасаған озбырлығы, жауыз болыс Ақанның тағылық тіршілігі баяндалады. Мұнда соқыр анасы мен дәрменсіз қарт әжесінен басқа ешкім жоқ, жетім қыз Ғазиза азғын болыс Ақанның зорлығына ұшырайды. Жауыздықтың құрбаны болған Ғазиза қорлыққа шыдай алмай, әкесінің моласына барып, боранды түні үсіп өледі. Жас қызды аяусыз зәбірлеп, қорлық көрсетуі Ақанның азғындығын, адамгершіліктен жұрда екендігін дәлелдейді. Сондай-ақ оқырман Ақан, Қалтай сияқтылардан ешқандай жақсылық күтуге болмайтынын түсініп, ұғынады. Қорлыққа жаны төзбеген, жауыздықтың құрбаны болған Ғазизаның әкесінің моласына барып үсіп өлуі себебін жазушы өте анық та дәл шебер суреттейді. Ақан бейнесі арқылы адамшылықтан жұрдай, айуаннан да төмен боп азғындаған заман келметін береді. Намысына қорған болар ер азаматынан айырылған үш әйелдің мүшкіл халі, олардың ғана емес, 20 ғасыр басындағы аласапыран заманға қарсы тұра алмаған қорғансыз қазақ халқының жайын сезінгендей. Жазушы алғашқы әңгімесінің өзінде ақ дүлей заман келбетін аша білген. Сондықтан бұл туынды классикалық шығармалар қатарынан орын алады. Құрметті студенттер, тақырып бойынша тапсырмаларды орындау үшін көрсетілген сілтемеге басыңыз, немесе өзіңіздің платформаңызға еніп, тапсырмаларды орындаңыздар. Кері байланыс үшін менің электронды поштама немесе WhatsApp нөміріме тапсырмаларыңызды жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.